Қайырлы күн болсын, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы. Қарағанды облысы тілдер дамыту жөніндегі басқармасы, ресурстық тіл орталығының қызметкері, өзіміздің әріптесіміз Төлеухан Ақерке. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, өз қалдарыңыз. Рахмет, жақсы. Ең алғаш қояр сұрағым, қай тілдерді еркін меңгергенсіз? Мен негізі 4 тіл білемін, ол өзімнің ана тілім қазақ тілі, одан кейін орыс, ағылшын және моңғол тілі. Жақсы. Қай жасыңыздан бастап үйреніп бастадыңыз? Мен ең бірінші үйренген тілім ол моңғол тілі, өйткені мен Моңғолияда дүниеге келгеннен кейін ең әуелі енді бірінші ол елге деген сыйластық қой, ол тілін білу деген сияқты. Одан кейін екіншіден тұрмыстық қажеттілік болды. Сол үшін мен мектеп кезімнен бастап аз-аздан үйреніп бастадым. Одан кейін кішкене жоғары сыныптарға келген кезде мектеп бағдарламасы моңғол тілінде, содан кейін сабақта тереңірек түсіну үшін жалпы енді қажеттілік болғаннан кейін бірінші моңғол тілін мектеп жасынан үйреніп бастадым. Жақсы, ал өзге тілдерді қалай үйреніп бастадыңыз? Одан кейін 5-ші сыныпқа қарай бізде мектепте ағылшын мұғалім келді. Ол кісі қосымша сабақтар өткізетін, маған ағылшын тілі қатты қызық болды. Енді өз маманнан, кәдімгі сол тілдің адамнан үйреніп тұрғаннан кейін, ол кісімен үйренуге деген қызығушылық менде өте жоғары болды. Және ол кісі қызықты етіп өткізетін әр сабағын, ойын түрінде немесе бір әңгімелесу түрінде болған сияқты. Сол үшін үнемі соған үзбей барып жүргеннен кейін ағылшын тілін үйреніп бастадым. Одан кейін орыс тілін үйреніп бастадым. Ол кезде енді телевизордан көресің, кинолар қарайсың, музыкалар тыңдайсың, және мектепте үйретеді деген сияқты, солай орыс тілін үйреніп бастадым. Жақсы. Ағылшын тілінен берген мұғаліміңіз, демек, сол елдің азаматы, иә? Иә, бізде енді ол кісі Американың азаматы болды. Солай келісімшарт бойынша келіп жүрген, 5-ші сыныпта сонда ағайын болды. Одан кейін бізде 9-ші сыныпта да ағылшын апай болды. Жалпы сол кісілердің маған тіл үйренуге деген қосқан үлесі өте көп болды деп айтамын. Жақсы, Ақерке, өзге елде жүріп, өз тіліңізді қалай ұмытпадыңыз? Бізде енді мен туған қалам қазақтардың қаласы деп айтсақ та болады. Отбасымызда барлығы қазақша сөйледі. Енді ана тілім ғой, бір ананың сүтімен бойыма дарығаннан кейін отбасыда ұмытылмайды. Сол үшін ондай бір тілімді ұмыта алмау дейтіндей қорқыныш болған жоқ. Жақсы, өте керемет. Ақерке, сіз үшін ең қиын тіл, меңгеруге қиын болған тіл қайсысы? Маған үйренуге қиын болған тіл орыс тілі деп айтсам болады, өйткені мектеп кезінде менде қатты көп практика болған жоқ. Грамматика бойынша үйреніп жүрдім. Одан кейін тек студент кезімде енді көп қолданысқа енгеннен кейін солай жақсырақ үйрендім деп айта аламын. Жақсы, ал енді керісінше, сізге ең оңай соққан тіл қайсысы? Ағылшын тілін үйрену маған оңай болды. Білмеймін неге екенін. Басын бірден сол жаңағы сөйлесу практикадан бастағаннан кейін ба, одан кейін менде солай қызығушылық пайда болғаннан кейін мен ұялмай Моңғолияға туристер көп барады ғой. Мен ауылда болған кезде де, қалада да, көшеде көп көремін, ауылда да жүреді бізде. Солардан үйге қонаққа шақыратын мен ауылда жүргенде. Сол кісілер бізге үйге келеді, сөйлесем, ұялу ештеңе болған жоқ. Менде бар ойым, мен ойладым, бұл мүмкіндік келіп тұрған, сол үшін пайдалану керек, үйрену керек деп. Олар да енді түсінбей, жеткізе алмай тұрған ойыңды олар да түсінеді. Қате айтып тұрсаң да күлмейді, сол үшін кішкене үйрену маған оңайырақ болды. Демек, практикалық мысалыңыз, иә? Ең бастысы сол практика маған көп көмектесті. Жақсы. Тіл үйренудегі ең басты қажет дүние сіз үшін не? Сол ең бірінші үйренуге ниет болу керек қой. Ниет болса, алдына қойған мақсат болса, үйренесің. Одан кейін практика екінші, әрине ұялмау керек, мен соны түсіндім. Көп практика болса, үйреніп кетесің, жаттығып, тілін барлығы жаттығып кетеді. Басында кішкене қиын болады ғой, үйреніп бастаған кезде мотивация болмайды, кейде енді бәрі бірден болып кетпеген кезде ойлайсың, мүмкін үйрене алмаймын деп тастаймын. Иә, мүмкін тастағандай келеді кейде, осы тіл жетеді, бірақ енді бәрібір ниет болса, жетемін деген ой болса, үйренуге болады. Жақсы, болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Мен болашақта түрік тілін үйренгім келеді, сосын қытай тілін білгім келеді, және француз тілін үйренгім келеді. Неліктен, енді себебін айтып өтсеңіз? Білмеймін, енді француз тілі сондай бір әдемі естіледі ғой құлаққа. Сол үшін үйренгім келеді, иә. Ал қытай тілін қазір енді әлемдік деңгейдегі бір маңызы бар тілдердің бірі деп айтуға болады. Қиын, жазылуы да қиын, көп әріптері бар деп соларын енді үйренгім келеді. Ал түрік тілі маған ұнайды өзіме, енді бізде бәрі түрік тектес халықтар болғаннан кейін кішкене жақындау өзіме, соны үйренгім келеді. Жақсы. Жалпы саяхаттағанды ұнатасыз ба? Қай елдерде болғыңыз келеді? Иә, саяхаттағанды жақсы көремін, әрине кім ұнатпайды. Мен Америкаға барып көргім келеді, Жапонияға барғым келеді,
жалпы қай жақтың табиғаттары әдемі, сол жақтарға көбінесе бармаймын. Мен негізі андай саяхаттағанда қатты бір андай ғимараттары солай дамыған емес, табиғаттары көбірек әдемі жақтарға, өзен, көлдерге, таулы аймақтарға саяхаттаған жөн. Жақсы ағарке, енді тіл үйрену барысында сол елдің мәдениетін зерттейсіз бе? Иә, зерттеуге тұрсам, әрине ол енді тіл мен мәдениет былай қарасаңыз бір-біріне байланысты сияқты ғой. Тілін үйренгеннен кейін ол елдің өнеріне қызығасың, мәдениетіне қызығасың, солай ол елді зерттейсің, солай таным көкжиегің кеңейеді деп айтсам болады. Жақсы, ал мәдени шок алған кезіңіз болды ма? Мысалы, өзге елдің мәдениеті тым сізге басқаша көрінуі мүмкін деген сияқты. Енді әр елдің өз мәдениеті, өз салт-дәстүрі бар ғой. Ерекше сізге қызық болған сондай бір жайтты айта кетсеңіз. Білмеймін, ағылшын тілін кішкентай кезімде үйренгеннен кейін ба, ағылшындардың еркіндігі, жалпы өмірге деген көзқарасы маған сол кезде қатты таңғалдым. Сол кезде көріп, ол кісілердің жаңа ой өрістерін, көзқарастарын, пікірлерін естіген кезде кішкене таңғалдым. Былай да кең ойлауға болады екен ғой деген сияқты. Сол маған кішкене қызығырақ болды. Былай басқа қатты бір андай шок болған мәдениет болған. Жақсы, қазір жасанды интеллект дейміз, ғаламтордың, әлеуметтік желінің дамыған заманы. Осы заман талабына сай сіз әлеуметтік желіні, платформаларды қолданасыз ба? Иә, енді қазір тіл үйренуге мүмкіндік көп қой. Әртүрлі жаңа өзің айтып отқандай дамып жатыр, сол сияқты көп чаттар бар. Және енді тек бір чат GPT-дің өзімен мысалы сөйлессеңіз, сізге қай тілде болсын ақпарат бере алады. Мен әртүрлі тілде онымен сөйлесем, кейде айтамын, мына ақпаратты қалай ағылшынша жеткізсем болады, немесе мына ойды қалай жеткізуге болады деген сияқты. Солай қандай мүмкіндіктер бар, қай платформаларды меңгере аламын, соларды қолдануға тырысамын. Жақсы. Жақсы, өзге тілдерде кітап оқисыз ба? Өзге тілдерден тек моңғол тілінде оқимын кітаптарды кейде, көбінесе қазақ әдебиетін оқитын болғаннан кейін қазақша оқимын. Жақсы. Ал моңғол тілін ұмытпадыңыз ба? Ұзақ уақыт болды, иә? Қателеспесем, келгеніңізге елге. Иә, сөйлемегеннен енді кішкене кейде сөздердің айтылуын ұмытатын кездер болады, бірақ бәрібір кішкентай кезінен санама сіңгеннен кейін ұмытылмайды деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, ағарке, енді өзіңіздің өмірлік ұстанымыңызға айналған қанат сөздерді өзге тілдерде айтып берсеңіз. Ең әуелі қазақ тілінде бастасам, ол не ексең соны орасың деген қанат сөз маған қатты ұнайды. Жалпы өмірде неге жетуіңде, қандай бір биік шыңдарды бағындыруыңда ол өзіңнің еткен еңбегіңе, ниетіңе байланысты. Сол үшін не ексем соны орамын деп алға қарай мақсат қойып ұмтылу керек. Ал моңғол тіліндегі маған ұнайтын қанат сөз хилге бол көрде. Бізде қазақта айтады ғой, бір тіл білсең бір адамсың, екі тіл білсең екі адамсың деген сияқты. Бірақ енді бұл жерде мағынасы қаншалықты көп тіл білсең, соншалықты мүмкіндігің де қадамың да көбірек болады деген мағынада. Ал ағылшын тілінде river will destiny, яғни тәуекел тағдырды қалыптастырады деген қанат сөз өзіме қатты ұнайды. Жақсы, ағарке, жолыңызға қатысқаныңызға рахмет. Қош сау болыңыз, көрермен.